Ресейдің бүкіл техникалары қазір сарқылып бітті. Ескі танктерінің барлығы сарқылып бітті. Әсіресе мынау өздері қосып алған, қазір Ресейдің жаңа территориясы болып саналатын 4 облыста Ресей әскерилері Украинаның жаңа хаймаристік шабуылдарының алдында мүлде ырықсыз орында тұр. Тіпті дабыл қағылған кезде, әуеден қорғану сигнал берілген кезде Ресей әскерилері естен танатындай халге жетті. Енді бұл соғыстың соңы Элон Маск пен Трамп айтқандай шынында атом соғысына жалғасуы мүмкін. Бірақ Америка тараптан егер атом соғысы болған жағдайда Ресейді жеңіл жібермейтіндігін айтылған ескертулер де бар. Ал бүгінгі Ресейдің жоғары дәрежелі мансаптыларының айтуында, егер Америка Украина соғысына киліге берсе, олар Америка жеріне төте әскери шабуыл жасайтындығын айтты. Әрине бұл бірінші рет емес. Сөйтіп Америка мен Ресей бір-біріне қоқан-лоққы жасап келе жатыр. Бірақ қашан шындайтынын әлі ешкім білмейді. Бүгінгі біздің жаңалығымыз осы. Шынында әбден ашуланған, ызаланған, тығырыққа тірелген, не істерін білмеген Путин бір күні атом бомбасын жарып жіберуі мүмкін бе? Бірақ әлеуметтік желідегі кей сарапшылардың сөзіне сенсек, тіпті кезінде Элон Масктың өзі Путинға, егер сен Украинаға бір атом бомба тастасаң, мен сенің бүкіл атом бомбалар қойылған қамбаларыңды бір-ақ сәтте жарып жіберем деп қоқан-лоққы жасаған дейді. Бүкіл кеңістікті жалғыз өзі ашсалақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған, ұшырған спутниктері, яғни жасанды жер серіктерінің саны жер бетіндегі әрқандай елдің, мемлекеттің спутниктерінден де көп. Бір өзі бүкіл бір мемлекеттен қуатты болып отырған Элон Маск шынында жалғыз өзі Путинді тасталқан қала алатын шығар. Мүмкін жалғыз өзі Ресейдегі бүкіл атом бомбасы қойылған қоймалардың тасталқанын шығара алатын шығар. Кім біліпті? Бірақ алда не болатынын бір жаратушыдан басқа ешкім білмейді. Құтырған, есерсоқ және шовинизм мен импершілдік аурумен әбден уланған, ауырған Путиннің атомнан басқа таңдауы қалған жоқ. Былайғы әскері мүлде соғысқа жарамай қалды. Қазір қашу орыстардың бірден бір жолы болып отыр. Мәскеудегі аталмыш 4 облысты қосып алған үлкен той мұрасымында, үлкен жууда Путин мәз болып ән айтқанымен жүзінен ешқандай күлкі лебі ескен жоқ. Тіпті Путиннің қасындағы серіктерінің де жүзінен бір қуаныштың лебі ескен жоқ. Себебі олар сол облыстың ең маңызды қатынас түйінін украиндардың қайта жаулап алғанын естіп біліп отыр. Қалқынан мың жерінен жасырынғанмен ақпарат желіде есіп тарап кетті. Ал Ресей 300 мың әскер аламыз деп өздері дабыл қағып, бүкіл орта мектеп оқушыларына дейін алып, тіпті қарны салақтап кеткен кәрі шалдарды да әскерге алып, Ресей құрамындағы бұратана бодан қалықтарды әскерге алып, бүкіл дүниені лаңғада қылып, бәленбай 100 мың Ресейдің азаматтары шетелге қашып, бүкіл дүние жүзін лаңғада қылып жатқан осы сәтте Украинаның қорғаныс министрлігі биыл күздегі қалыпты әскер қабылдауды тоқтататынын жариялады. Себебі Украинаның әскері қазір жеткілікті, қамбасында қару да жеткілікті. Ал Ресейдің әскерилері мүлде тоз-тозы шыққан, тасталқан шыққан, бюрократияға әбден батқан, тіпті қару-жарақтың өзі жетіспейді, танктерінің өзі соғысқа жарамсыз. Тіпті ең озық деген танк дивизиясының өзі осы жолы украиндар тарапынан тасталқан болып, жеңіліп, тіпті жойылып жіберілді. Ал көктен және жерден бір-бірімен сәйкесіп, ұйымдасып, одақтасып жасайтын соғыстарының ішкі ақпаратына негізделгенде Ресей әскерилері бір-бірімен хабарласа да алмай қалған. Электрондық кедергі жасау толқындары арқылы Ресейдің ұшақтарының, танктерінің және басқару бөлімдерінің бір-бірімен өзара сәйкесіп жұмыс жасауына ақш-тың және Еуропаның жоғары технологтары жаңағы үлес қосып отыр. Яғни Ресейдің әскерилері Украинаның әскерилерін көре алмайды, радарлары істемейді, бір-бірімен хабарласуы да тоқтаған, техникалар істен шығады, тіпті
тікұшақтарына дейін бір-бірімен сөйлесу қуатынан айырылған. Ал танктері бағыт-бағдарды да көрсете алмай қалды. Тіпті Ресейдің GPS көрсететін техникаларының өзі бағыт-бағдарды көрсете алмай қалды. Көз алдарыңыз келсе, қазіргі заманда көлік жүргізіп жүрген азаматтардың барлығы біледі. Сізде кәдімгі Google карта, немесе Google Map, немесе Яндекс карта бар. Сіз сол өзіңіз білмейтін бір адресте сол картаға қарап, телефоныңыздан оңға бұрыл, солға бұрыл деген командамен таба аласыз. Ал Ресейдің танктері, тіпті әскери техникаларының өзі қазір оң солын айыра алмай, қайда жылжитынын біле алмай, жоғары мен төменнің байланысы үзіліп дағдарып отыр. Яғни Украинаның тұтасымен қаруланған, тұтасымен интернетпен қамдалған, жасанды жер серікпен және спутникпен қамдалып отырған, тұтасымен жасанды ақыл парасат арқылы қай жерде қанша Ресейдің әскери техникасы бар, қанша адамы бар, соғынға дейін біліп отырған батыстың алдында Ресей мүлде қауқарсыз қалды. Яғни соғыс алаңында Ресейдің бүкіл әскерилер, бүкіл техникасы құлақ естімейтін, керең, көзі көрмейтін соқыр болып отыр. Тіпті олардың техникалар тек Украин тараптан жаңағы Хаймарсты шақыратын нысанаға айналып қалды. Сондықтан Ресейдің ақылды әскерилері танктерін тастап, әскери техникаларын тастап, жалма-жан дабыл қағылғанда техникасынан қашып құтылатын деңгейге жетті. Міне Ресейдің қазіргі жағдайы осы. Ресей міне осы соғыс басталудан сәл бұрын ғана әлемде дүниедегі екінші үлкен әскери империя санатын деді. Кез келген мемлекет Ресеймен сөйлескенде оны алпауыт ел деп қарайтын. Америкадан кейінгі екінші үлкен әскери күш, НАТОдан кейінгі екінші үлкен әскери күш, атом қаруының саны дүние бойынша ең көп ел деп Ресейге құрметпен қарайтын. Қазір Еуропадағы қарапайым қатардағы елдердің өзі, тіпті жан саны 7 миллион, 8 миллионнан әзер асатын Еуропаның кішкентай елдері Ресейді қалпақпен ұрып алатынына сенімді. Ал Украинаның өзі әне-міне деп тәжірибеден өткен әскерилерінің санын, яғни кәсіби әскерилерінің санын 1 миллионға жеткізіп үлгерді. Украин тараптан әскери шығын өте аз, тісінен тырнағына дейін қаруланған, жоғары өредегі, жоғары осы замандық технологиямен қаруланған, жасанды ақыл парасаттың көмегіменен бүкіл қарулар автоматты істеп отырған, көктен келген зымыранды бәрін тосып отырған украиндер Ресейге қарағанда қазір әлдеқайда ырықты және қуатты тұр. Бірақ тағы бір жағымсыз хабарды соңына қосып кетейік. Американың президенті және Американың орынбасар президенті Зеленскиймен кеше сөйлескен. Және бұл сөйлескенде не айтқандарын біз тыңдай алған жоқпыз. Бірақ бір нәрсе белгілі, Америка президентімен сөйлескеннен кейін Зеленский Киевте атом қаруынан қорғану туралы арнайы жаттығуды бастап кетті. Бүкіл Киев атомдық қарумен соққы берілген жағдайда қалай одан қорғану мәселесі бойынша тұтас халықты жаттығудан өткізді. Атом қаруы жарылған кезде жерасты үңгірлерге тығылу, қауіпсіз жерлерге тығылу, жердің астындағы бәленбай қабат радиациядан қорғайтын жерлерге тығылу, жаңағы тұмылдырық, тұмшалаушы перделерді кию, осы сияқты мәселелердің барлығы ашық түрде Киев халқына түсіндірілді.